Келесі тақырып электр терістілік. Жалпы электр терістілік дегеніміз не? Анықтамасы бойынша электр терістілік ол элементтің өзіне электронды тарту қабілеті. Бұл нені білдіреді? Мысалы, екі сутекті алып көрейік. Сутектің электр терістілігі 2:1 тең. Арасындағы электрондар дәл ортасында қалады, себебі екеуі де электрондарды бірдей бір-біріне тартады. Енді бір сутектің орнына натрийді алатын болсақ, натрийдің электр терістілігі 0,9, демек сутектікінен төмен. Бұл натрийдің электронды азырақ тартатынын көрсетеді. Демек сутек натрийге қарағанда электронды өзіне қаттырақ тартады. Сәйкесінше арасындағы электрондар сутекке қарай ығысады, себебі ол өзіне қаттырақ тартып тұрады. Бұны өзіңізге арқан тартыс секілді елестетсеңіз болады. Екі элемент бір-бірімен электронды тартысып жатады. Қайсысының электр терістілігі жоғары болса, сол күштірек тартады деген сөз. Енді натрийдің орнына фторды алып көрейік. Оның электр терістілігі ең жоғары мәнге ие, 4-ке тең. Бұл жағдайда электрондарды өзіне фтор тартып алады. Енді электр терістіліктің периодтық жүйеде қалай өзгеретінін қарастырайық. Осыны оңай еске сақтап алу үшін жай ғана бір ғана элементке назар аудару қажет. Фтордың қай жерде орналасқанына. Фтордың электр терістілігі ең жоғары. Сол үшін солдан оңға қарай фторға жақындаған сайын электр терістілік артады. Ал керісінше жоғарыдан төмен қарай фтордан алыстаған сайын электр терістілік сәйкесінше кемиді. Электр терістілік бұл химиялық байланысты құрудағы ең маңызды қасиет. Химиялық байланыстардың өздерін келесі видеоларда қарастырамыз.